561, exprimé 532, majorité 267, pour 291, contre 241. L'Assemblée nationale a adopté. Сәрсенбі күні Франция депутаттары айықпас дертке шалдыққан ересек адамдарға қатаң ережелер бойынша өз еркімен өмірден өтуге рұқсат беретін заңды қолдап дауыс берді. Заң жобасы негізінен медициналық көмекпен өз-өзіне қол жұмсау рәсімін қарастырады. Оған сәйкес талаптарға сай келетін науқастарға арнайы препарат беріледі, және оны олар өздері қабылдауы тиіс. Ал дәріні өз бетінше ішуге физикалық тұрғыдан қауқарсыз жандарға ғана дәрігер немесе медбике көмектесе алады. Бұл рәсімге тек 18 жастан асқан Франция азаматтары немесе елде заңды түрде тұратын шетелдіктер ғана жүгіне алады. Осы уақытқа дейін көптеген Франция тұрғындары эвтаназия немесе ассистелген суицидке рұқсат берілген көршілес елдерге баруға мәжбүр болды. Парламенттің төменгі палатасы мақұлдаған бұл заңды енді елдің ең жоғарғы конституциялық органы қарауы тиіс. Бұл заң жобасы Франция президенті Эммануэль Макронның екінші 5 жылдық мерзіміндегі басты уәделерінің бірі. Президент бұл бастаманы өмірден өтуге көмектесудің француздық моделі деп атады. Осылайша Франция өз еркімен өмірден өтуді заңдастырған әлемдегі өзге 11 мемлекеттің қатарына қосылды. Ол елдердің де бұл мәселеде өз ережелері мен талаптары бар.